тоқсандық теориясы нарықты басқаратын жүйе. Формасында. Шешті. Ликвинс. Классикалыға. Опа, тастады. Бәрін тазартты. Глубокий коррекция жасады. Шешті бұл. Әрбез. Бағана. Жерін күтіп едік қой біз басында. Ликвин тазартып, осылай кеткен. Бірақ оған жетпей, мына жақтағысымен дәл солай жасады. Әрбез 4 сағатта. Как раз таки дәл алдыңғы сазонда біз 4 сағаттың жасадық. Сол кезде мына жерде open close level деп алдық. Мына жерде ол кезде. Сол 4 сағат кірсек, сол бізде RBS болып тұр. Ішінде уже RBS. Басқа келі бұл. Енді біздің цель не болады? Бірінші өзінің хайы. Яғни бағана классикалыға алған жер. Так, енді. Все, өткіземіз бұл жерді. Ликвинс алды. И сосын бізде мына жақта QML бар. Макайлы. Яғни біз мынаны ликвинс ретінде алдық. Бағана орындаған жерді. Жоғарысында бізде сол жақ егімді QML KLL бар. KLL-ен жұмыс жасайтын осы ішкі ликвинсқа дейін. Мына ликвидтарға дейін. Және мына лоу. Сосын уже бізде мына жақта классикалық V бар. Все. Мына жердің өзіне ликвинс. KLL немесе мына левел бар. SBR. Классикалық бұға дейін. Келді классикалық бұға. Енді өзінің целі бізде получается QML-ның хайы болады мына жер. Так, жетпейді неке мына жерде. Все. QML кетті. Жалпы мына коррекцияның ішіндегі ішкі ликвидница бізде ол мына жер. Оның алдында бізде KLL, QML. Şimdi mına жерде. Енді бұл шорт бізде мына ликвидқа дейін. Осы ликвид. Және бізде мына жерде классикалық ВБ.
И кетті біз. Все, алды бізде. Так, енді 4 сағаттағы біздегі босс. Біз айтпақшы. Алдын айтып едім, бұл жер как классикалық аретниде ойнайды. Осыған тоже реакция алып тұрғы бізде. Мына ликвид бар бізде ішкі. Что-то шеше алмады. Вот шешті. Шешіп и бізде вот мына ликвидтарға жұмыс істеп тұр. Сыртқы ликвиднес. Кіші структураны ликвиднес қойған сыртқы. Ал 4 сағатта бұл ішкі ликвиднесі бұл. Ликвид азартты. Кэлэу. 1 сағатта осы жерде біз нақтылайық. Кэлэуді. Бізде мынандай QML де бар жақта. Да, ликвиднестің астында. Біз RBS'ті алсақ болады. Баға ұжына жақтан слом береді. И коррекция кетті дальше. Цель бізде босс. 4 сағаттық босс. И кетті баға. Бұл осы жерден жасағымыз кеше біз. Осына ұзын. Дальше енді қарайғанда. Сен мына жер түсінікті болды деп ойлаймын, сұрақ бар ма осы жерде? Как швейцарские часы жұмыс істеп жатыр ғой. Түсінсе негізі өте жақсы жұмыс істейді. Енді 4 сағаттан структураны қараймыз. Бізде қазір кішкентай структура басталып отыр мына жерде. Жалпы мынау ликвиднес қой, мына лоу. Мынандай коррекциядан кейінгі бізде бірінші ликвиднес болып тұр. Ликвиднес, оған дейін мына жер босс жасап тұр. Тағы өзінің ішкі ликвиднесі мынау. 1 сағаттық тағы. Мына жерде QML. Немесе на RBS келді ма. Жетпей қалған сияқты что-то баға. Кетті. Біздің по-любому мына жер бізде қайтадан ликвиднес пайда болды. Босс. Тағы не істейді екен енді. Так енді ликвиднесті тазартатын шығар. Жоқ. Ликвиднес. Келесі босс. Классикалық водан кетіпті. Мына ликвиднестен алған екен. Босс, мына ликвиднестерге бәрібір оралады бұл баға. Андай коррекциядан кейін то есть импульстан кейін ешқандай коррекция болған жоқ, қарама қарсы ликвиднес шешетін. Бензин керек, түбінде бензин алу керек, дальше жолын жалғастыру үшін. Бензин болмаса бұл жүре алмайды.
мына жақта тоже шешілмей қалған ликвидность қалдырып кетті. Бұл дальнейшем келем деп тұр ғой бұл жерге. Бізде шешілетін мына ликвидность. Мына ликвидностьтің астында қандай левел бар бізде? Мына жерде только мен RBS ғана көріп тұрмын. Мына жерде уже біз как босс реп қызып кетсек болады. Разворотқа. Енді дальше кететін. Дальше бізде босс мына жақта болады екен. А вот ликвидность тазарды бізде. Опа. Так. Мына жерден бізде только ликвидность шешсін, аяқтан уже слом болып жатыр. Все, енді болды. Слом болды бізде. Енді ликвидность ішінен ликвидность. Бірінші ликвидность ал бізде. Және де бізде қандай ликвидность бар басқа. Бізде нам как классикалық воретін болсақ болады. Классикалық 4 сағат қотик. 4 сағат не болып жатыр. 4 сағат тоже слом, ішкі слом, ликвидность. Так, мына бөлген тұрақ. Ликвидность. Енді баға осы левелдан и дальше өзінің боссына барады. Вот. Прям ушно. Так, енді не істейді бізде баға? Боссы алды. Енді мынандай импульстен кейінгі мынандай кішкене коррекция болды, бірақ бұл полноценный коррекция деп есептей аламыз. Өйткені бізде барлық лоу ликвид тазарды, слом болды, қайтадан закреп болды, яғни лоу закрепін қойды өзінің структура ретінде. Бірақ маған жетпей қалыпты біздің RBS-імізге. Сағат хотик. Мына жерден классикалық вадан реакция алып жатыр екен. Ликвидность. Мына жерде бізде классикалық F бар тағы. Мына алдындағы ликвидность болды. Бәрі бір өте алмады мына жақтан. И бізде уже наяқта слом. Последний хай. Чуть басқа не бар. RBS бар. QML бар. Баға осы екеуінің біріне олай проекция. Ликвидностьтар тазар. Даже мына QML-ден кетеді. Өйткені мынаны көрмей қалдым мен. Мынау как ликвидность ретінде болып тұр. Тазарды QML келді. Енді біз маған қарай аламыз. Босқа. Все.
4 сағат бос кетті. Қайтадан үлкен импульс болды бізде. Дәл сол мынаны қайталап келе жатыр ғой. 1 сағатқа өтейік. Не болады екен? Бізде шешілмей қалған арақта ликвидность ретінде аламыз. Біз типа бос жасай деп тұрмыз. Енді бізде мына жерге оралып, бізде баға осы жақтардан реакция алу керек. Бізде не бар мына жақта қарайтын? 4 сағатқа өтейік. Бұл жерде бізде RBS бар. RBS, liquidность. Все. Так, 1 сағатқа өтейік. QML. Liquidность. Все, осылай бізде мына ликвидностьқа дейін қоймай тұр. Даже бұл QML емес, мына классикалыға больше келіп тұр. Ликвидность азарды. Так, енді басқа қарайтын конденсация бар, басқа ештеңе жоқ. Все. Шорт. Төрт сағат қойып. RBS'імізге келді біздің. RBS'ті түсіндің ба? Мына жердегі. Liquidность, структурадағы KLV. Жалпы мынандай импульстен тағы бір коррекциясы қойған. Рынктың коррекция және liquidность жұмыс. Дальше баға жоғары кету үшін. Уже 4 сағаттағы біздің босымыз үлкен мына жер болады. Liquidность sweep. RBS. И дальше кеттім мына босқа. Все. Жалпы осылай ғой, яғни сол қағиданы білсек болды бізге. По порядку жасау керек. Структура, бос слом табу керек, яғни баға қайда бара жатыр, соның бағытын білу керек. Және ликвидность орындалу үшін біз, яғни KLV орындалу үшін бізге обязательно ликвидность шешілу керек. Ликвидность тазарып, рынок әлсіреу керек. И артынан KLV балға сияқты тарс астыға үстіге ұрады. Симметрін шыға салайық. Осылай қазір біз мына жүріп жүр. Ау? Взрыв мозга болып жатыр енді. Ол әлі бастамасы. Жүрек деген осы ғой қоған. Мына жер қазір ситуациямен алатын болсақ, 4 сағатта бізде мына жер слом бар. Чуть. Бос болып келген.
мына жер мысалы так ликвинс классикалық в слон кетті r5 сосын мына жерде qml уже мынаны автоматически көре беретін боласың уже рыноктан ше порядку көргеннен кейін уже тоже ликвидность ликвидность классикалық в келесі бос осы жерге бір рет үлкен босқа ал оның ішіне сағатты кіретін болсақ сағаттағы бос так слон болған жер мына жер бізде чөч и бізде баға коррекция жасап өйткені мына ликвин шешілген жоқ ликвидность мына жаққа қарасақ qml бар жоқ бұл qml келмеген екен 4 сағат деді ау деймін а вот сызық график мына жерде более точно көрініп тұр мына жерде екі вариант тұр ғой міне мынау тұр бос мына бостың сол ойға и мына qml екеуі де qml міне өйткені баға былай тұр мына жерде qml'ın içinde qml все и біздің цель мына жерде біздің хай бүгін орындап түседі и кварталканы қосайған осы жерге бүгінгі күн x айында ал бір екінші кварталды бөлетін болсақ ал не дейсің бұған мынау бізде не классикалық жоқ r5 вот r5 и цель мынау ма все осылай кірген мен бұны көрмей қалдым мен бағаны осы жерлерде жүрген кезін көрдім мен и жалпы бүгінге де жалпы не болған жоқ сделка кірем деген ой болған жоқ скип қараған белгілеймін бүгінгі күнде кеше кірдім мен кеше лонг ұстадым бүгін азында жабылды кешегі позицияны айтып кетейін айтпақшы мен понедельник күні айтып едім ғой ол лонг позициясында отырмын осы жерде деп сол безубытокпен жабылды одан кейін кешегі сделка бізде мынандай болды AMDX формация qml осылай и бізде мына жерден тоже q1 хайда шешеді бізде баға q1 low и мынау KLL бұл qml дәл осылай позиция аштым мен так менде бір сағаттық классикалға болды мына жер болды баға былай болады ғой бүгін кеше түнде келеді кішкене жетпей қалады құлап кетеді коррекция береді и келесі күн таңда жетеді бүгін менде қателеспесем 18 еді 168-де 18 мынау менде 94
17 рерде мындай 93 па примерно осындай болды ғой Басыш. 13-те 79 заряд а так былай жасасаң нормально файтнет хороший режим фому ғой фому Да. вообще атака әдемі Менде примерно, ну, қазір